Балалар, бүгін зертханаға қош келдіңдер. Балалар, менің қолымдағы не нәрсе? Бағдаршам. Жарайсыздар, өте дұрыс айтасыздар. Біз бүгін балалар бағдаршамды зерттейтін боламыз. Бағдаршамда неше түс бар екен? 1, 2, 3. жарайсыздар. Ал бағдаршамның түстерін атап өтейікші. Қане, қызыл, Қызыл, сары, жасыл. Өте дұрыс айтасыңдар. Ал балалар, ендеше сендерге қандай түс ұнайды екен? Керейхан, саған бағдаршамның қандай түс ұнайды? маған деген қызыл. Жарайсың, өте дұрыс айтасың. Саған қызыл түс ұнайды екен. Айым, саған қандай түс ұнайды бағдаршамның? Сары. Сары. Жарайсың. Дарын, саған жасыл түс ұнайды екен. Ал енді мен суретіме мұқият қарай қойыңдаршы. Осы бағдаршамның түсін біз осылай етіп 3 ыдысқа түстерді орналастыруымыз қажет екен. Және де орналастырып болғаннан кейін біз бұл бағдаршамның түстерін бір ыдысқа бағдаршам етіп орналастыруымыз қажет. Бұл жерде балалар түстер бірінің үстіне бірі орналасып тұр. Бізге осылай бағдаршамның түсін жасау үшін бізге 3 ыдыс қажет болады екен. Қызыл түстідегі бала бір қасық қант салады екен, сары түстегі бала 2 қасық, және Дарын, сен жасыл түстегі бала 3 қасық қант салады екен. Ал ендеше балалар, біздің зерттеу жұмысымызға күнделікті қолданып жүрген қант қажет болады. Керейхан, сен өз ыдысыңнан қанша қасық қант саласың? Кел салайын өз ыдысына. Жарайсың. Айым, сен өз ыдысыңнан қанша қасық қант саласың? 2 салады келемін. 2, жарайсың. Тағы да біреу. 2 қасық қант. Жарайсың. Ішіне қасығын салып қоямыз. Дарын, сен өзің ыдысыңнан қанша қасық қант саласың? Қанша саласың сен? 3. Жарайсың. Қане, 1, 2, саған көмектесейін, иә? 3. Ал енді балалар, осы ыдыстарға қантымыз еру үшін біз не істеуіміз керек? Не құямыз? Су құямыз. Жарайсың. Ал енді осы жерде біз балалар мұқият болуымыз керек екен. 1 қасық қант салған баланың ыдысына 1 қасық су құйып береді. Келе қантың ыдысыңды тоса ғой қасығыңды. Тос қасығыңды. Былай. Мен сендерге көмектесемін. Ал қантымыз еру үшін біз не істейміз? Не істейміз? Жақсылап араластырамыз. Су құйған бала жақсылап араластыра берсеңдер болады. Келе. Бір, 2, 3. Ендігі келесі кезекте біз бұны бояғыш заттармен араластырамыз. Керейхан, сен қызыл түсті, сары түсті, жасыл түсті еріген қантымызға, ыдысымызға жақсылап тұрып түсімізді араластырамыз. Кішкене жылдамырақ істейміз. Жаса ғой сен, бәрі жаса. Жақсылап араластырамыз. Саған көмектесіп жіберейін. Түсіміз өте дұрыс, жарайсың. Ал енді осы шыққан бояғыш затыңызды біз деген енді таяқшаларны маған бере қойыңдар. Жарайсыңдар. Сенің түсің кішкене қанығырақ болсын, мен саған бояғыш затты жақсы қосып берейін. Енді осы шыққан бояуымызды сендер мына шприцқа маған құйып бере қойыңдар. Кел. Кел. Жарайсың. Қанеке маған бере қойыңдар. Жарайсың. Жарайсың, өте тамаша. Біздің 3 түсіміз дайын болды. Енді келесі кезекте біз оны мынандай құтыға бағдаршамның түстерін орналастырамыз. Бұл жерде қараңдар. Бірінші қай түстен бастаймыз? Қызыл түстен. Қызыл түсіміз орналасты. Екінші қай түстен бастаймыз? Сары. Жарайсың. Бұл жерде біз енді мұқият болуымыз керек. Түстерді орналастырған кезде ең төменнен бастайды екенбіз. Қанеке? Түсіміз шығуда ма? Иә. Тұсым сығып атыр. Шықты ма? Иә. Үшінші түсіміз қандай? Жасыл. Сендерге зерттеу жұмысы ұнап жатыр ма? Иә. Ал бұны да төменнен бастап орналастыруымыз керек. Орналасты. Қараңдар. Осымен біздің балалар зерттеу жұмысымыз аяқталды. Сендерге бүгін зерттеу жұмысы ұнады ма? Иә. Жарайсыңдар.